Өкпе трансплантациясы. Өкпенің соңғы сатысындағы аурулары бар науқастардың белгілі бір тобында өмірді сақтап қалатын процедура. Өкпенің соңғы сатысындағы ауру дегеніміз ауру өкпеге соншалықты әсер еткен. Барлық емдеу әдістері қолданылып, бастапқыда жұмыс істегенімен, уақыт өте келе жұмысын тоқтатқан. Енді науқастың басқа таңдауы жоқ дегенді білдіреді. Мұндай жағдайларда тиісті науқастарда өкпе трансплантациясы өмірді өзгертеді. Бұл симптомдарды жеңілдетуге көмектеседі. Сондай-ақ өмірді ұзартуға, яғни өмір сүру ұзақтығын арттыруға көмектеседі. Біздің елде өкпенің соңғы сатысындағы ауруларды тудыратын жалпы аурулар, интерстициалды өкпе ауруы, одан кейін өкпе артериясының гипертензиясы, яғни өкпедегі жоғары қан қысымы және созылмалы обструктивті өкпе ауруы, яғни КАПТ. Ауыр темекі шегу әдеті бар адамдар, темекі олардың өкпесін бұзады. Енді өкпе трансплантациясын жасағаннан кейін бұл науқастарда қабылдамау қаупі бар. Себебі біздің денеміздегі иммундық жүйе жаңа. Органды бөтен нәрсе ретінде таниды. Ол бізге тиесілі емес, және ол органға қарсы қабылдамау реакциясын бастайды. Енді қабылдамауды болдырмау үшін дәрігерлер әдейі қабылдамауға қарсы дәрілер береді. Енді мұны жасағанда дененің қабылдамау реакциясын бастау қабілеті қатты басылады. Біз мұны иммундық басу деп атаймыз. Енді бұл қауіптер бар болғанымен біз қауіп пайда талдауын жасаймыз, және пайда қауіптен асып кеткенде біз трансплантацияны қарастырамыз. Трансплантациядан кейін жақсы өмір сапасына ие болған көптеген науқастар бар, бірақ олар осы жанама әсерлерді бақылау үшін үнемі қадағалауда болуы керек.